Сәлем достар, бүгін бізде back to school, яғни қайтадан мектепке. Бүгін мен сендерге керемет заттарды жасауды үйретемін. Ендеше бастайық. Ал достар, ең алғаш затымызды бастамас бұрын керек заттармен танысайық. Бұл бізге керегі фоамиран. Міне, осындай үлкен фоамирандарды мен өте арзан бағада алдым. Міне, біз мынандай кітапшалар жасаймыз. Және сызғыш, маркер, карандар және қалған заттарды видео барысында көре жатармыз. Достар, және мынандай скрепкалар қажет болады. Ең алдымен фоамиранымызды кесіп алайық. Мен где-то 2 сантиметр ені, демек бізге 4 сантиметр қажет. Ені 4 сантиметр болады. Жағынатайын. Ал ұзындығын 1,5 қол алуға болады. 1,7 қылайын. 2. Достар, 2,5 екен. Демек мен 2 сантиметр қылып аламын. Міне достар, мен сонда да 2,5 сантиметр қылдым. Анда кішкентай болады екен. Енді бұл кітабымыздың обложкасы. Енді ақ фоамираннан ішін кесіп аламыз. Достар, ішін кесіп аламыз дегенде ішіндегі ақпараттарын кесуіміз қажет. Егер мынауымыз 2,5-на 2 болса, біз сәл кішірейтеміз. 2 миллиметрге кішірейтейік. Міне достар, дайын. Енді бұған біз марташка саламыз. Кавайный стилде салайық. Бір көз дұрыс емес болып қалды енді. Достар, енді ыстық клейімізді аламыз да. Кішкентай қылып жағамыз. Себебі қалың қылып жағатын болсақ. Міне дайын. Енді осыдан көп қылып кітаптарына қыстырып қойсаңдар болады. Закладки для книг. Тоқтаңдар. Енді дұрыс болды. Достар, міне 3 кітап жасадым. Өте ашық түстерден. Бірақ светофордың үстіне ұқсап қалды, келсем. Енді бұған біздің кітапшаларымызды бірден жабыстыра салмаймыз. Ең алдымен мындай кішкентай фоамираннан бір сары кесіп алыңыздар. Сөйлейін. Енді оны бойына жабыстырамыз. Подписчиктер, маған жиналып сықылы алып беріңіздер. Мен клей көріңіздер қандай дауыс шығады. Жүр клей все время ағып кете береді. Осындай дайын болды. Енді бұны үстіне клейлейміз. Клей қолданғандарыңыз дұрыс. Және бұлай үстіне бүйтіп жабыстыра салмаймыз. Қазір көрсетемін қалай жабыстыру керек екенін.
Наклеим вообще куртты мен. Срочно купите мне горячий клей дейм. Bunday қаламмен сіздер мектепте точно ең крутой боласыздар, себебі бұндай ешкімде жоқ деп ойлаймын. Міне қаламымыз дайын. Жай ғана сұр түсті қалам еді, енді өте ерекше болды. Достар, бүгінгі видеомыздың қорытындылаушы DIY-ы. Ол үшін бізге мынандай қап керек, қатты болу керек. Мен мынандай жұмсақтары жарамайды. Және әртүрлі блестар мынандай болған дұрыс та, себебі бисерлеріміз болмай қалады. Міне. Ал ендеше мен көп сөзбей бастайын. Достар, мынау біздің шаблонымыз болады. Енді мынау жарапқан екен. Осыдан 2 қабат қылып кесіп аламыз. Міне достар, көрініп тұр ма? Мындай болды. Енді үстінен бірақ қағазды ма, пергаментіне білінген ма қоямыз. Негізі пергамент қойған дұрыс. Ішіне қағаз салдым, бұраймыз. Және жақсылап түктеймін. Достар, сендер андай плойка, не телді алсаңдар да болады. Бірақ маған үтікпен удобно. Жақсылап үтіктеймін. Міне достар, мынандай шықты. Қараңыздар, мына шеті мутный болды. Тіптен әдемі болған сияқты. Енді бұның ішіне мындай блесткаларымыздың бәрін саламыз. Міне достар, осындай шықты менде. Қараңыздар, антистресс. Кішкене фоамираннан да қостым. Өте әдемі. Ішіне су құйсаңыздар да болады. Сонымен достар, міне біз бүгін андай өте керемет 3 нәрсе жасадық. Бұл қалам, закладка және тағы да бір кітапқа арналған закладка. Бұл видео ұнаса лайк басамыз және астындағы қызыл нүктені басып тіркелеміз. Көп комментарий жазамыз. Қоштасқанша. Келесі видеода кездескенше.